Ал тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында ұстаз мәртебесін көтеру және оны қолдау мақсатында бірқатар іс-шара өтеді. Бұл туралы Алматы қалалық білім басқармасының басшысы Ләззат Жылқыбаева педагогтерді марапаттау рәсімінде мәлім етті. Сондай-ақ мереке күні өмірлік жолын ағартушылыққа арнаған мамандарға төс белгілер тағып алғыс хаттар берді. Бүгінгі біздің іс-шарамыз кішігірім іс-шараға, үлкен іс-шараларға дайындық деп есептейік. Және де үлкен бір ұстаздар қауымы үшін биылғы ерекше жыл болып есептелудің басты себебі бұл біздің Қазақстанның ұлы ағартушы, қазақ халқының ұлы ағартушы педагогы, бас ұстазы Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдық мерейтойымен тұспа тұс келіп отыр. Айта кетейік, салтанатты жиында Ыбырай Алтынсарин төс белгісі 4 бірдей ұстазға табысталды. Ел педагогтар үшін ең беделді саналатын марапатқа ие болғандар еңбегінің еленгеніне алғыс білдіріп, өзге әріптестеріне толағай табыстар мен мұғалмас ерік жігертіледі. Бұл марапат үшін үлкен алғысымды білдіремін. Бұл марапатқа әрине өте көп ұстаздарға беруге болады әрине. Көп ұстаздар бұл марапатқа ие болуға лайық деп есептеймін.